Қайырлы күн баршаларыңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге әдеттегідей дәмді салаттың рецептін бөлісетін болам. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрамы тек 3 заттан тұратын дәмді салатты менімен бірге жасаңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сәбіз бен қызылшамызды асып аламыз суға. Және де сәбізімізді өстіп кубиктап турап аламыз. Қызылшамызды да кубиктап турайтын боламыз. Бұл салаттың құрамында витаминдер өте мол. Әсіресе анемияға өте пайдалы. Енді барлығын бір тысқа саламыз. Енді пиязымыздың сыртын ашып, ұзыншалап турап, майға қуырамыз. Жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қызартып қуырғаннан кейін салатымыздың үстіне саламыз. Дәміне қарай қара күріш, тұзымызды және майонезімізді саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте дәмді болып шықты. Және ескертетін жайт, бұл салатты ұзақ сақтауға келмейді. Дайындаған кезде бірден жеп қойғандарыңыз дұрыс. Біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі енді керемет болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.